Қазақстанның құрметті журналисті, бүгінде есімі республикамызға белгілі қаламгер Оразалы Отынбайұлы мерейлі 60 жасқа толды. Осыған орай Лев Толстой атындағы кітапхана қызметкерлерінің ұйымдастыруымен шығармашылық кеш өткізілуде. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі өзінің еңбек жолын облыстық Қостанай таңы газетінде бастаған Жақсанов Оразалы Отынбайұлының есімі бүгінде жұртшылыққа кеңінен таныс. Себебі еліміздегі және облысымыздан шыққан көрнекті тұлғалардың ғұмырын терең зерттеп, көп еңбектенді. Қаламы қарымды қаламгер деп аталатын шығармашылық кешке жұртшылық қарасы көп жиналды. Жазушы журналистің өмір жолы, шығармашылық ізденістері туралы әңгімелеп, кешті облыстық Қостанай таң газетінің тілшісі Нұрболат Мешітбаев жүргізіп отырды. Алғашқы болып Қостанай облыстық мәдениет басқармасының басшысы Лариса Сироз сөз сөйлеп, қаламгерге деген ең ізгі тілегін арнады. Сондай-ақ кешке белгілі ақын Серікбай Оспанов, Абдрахман Бекмағамбет, Қостанай мемлекеттік университетінің проректоры Алмас Әбсадық, дін қайраткері Шоқан Қажамірхановтар жазушының шығармашылығы, адамгершілік қасиеттері туралы өз пікірлерін айтып, естелікке сыйлықтар табыс етті. Қаламызды ұштап, осыған салып қойып, ары қарай шығармашылық жазуға Оразалы Отынбайұлының жеткен жетістіктері де аз емес. Қазақстан және әлем халықтары жазушылар одақтарының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, сондай-ақ халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі. Ойлы дүниелер бар, қаншама. Енді ол алдағы уақытта жүзеге асады деп ойлаймын. Әрине, жазушы мен қол жеткенге тоқмейілсуге болмайды. Біздің мамандығымыз өмір бойы оқып өтетін, өмір бойы жазып өтетін, сондай мамандық. Қаламгер осы кезге дейін 26 кітаптың авторы атанды. Оның мемлекет және қоғам қайраткерлері, әлемге танымал ғалымдар мен сахна саңлақтары жайлы туындылары лайықты бағаланды. Бейімбет Майлин атындағы сыйлықтың лауреаты басқа да беделді марапаттарға ие болды. Оразалының бір ерекшелігі, оның жүрегі кімге болса да ашық. Өзінің кездескен адамдармен жазатын, өмір баяндарын жазатын адамдар жөнінен білу үшін олардың жүрегінің тереңінен сүңгіп, олардың тек қана бергі қасиеттерін емес, еңбектегі мысалы не болмаса тағы бір шығармашылық қасиеттерін ғана емес, оның ішкі жан дүниесін түсінуге тырысып, сондай адамдың зерттеп зерделей білетін азаматтың бірі. Алдағы уақытта да осындай үлкен еренді еңбегімен халық құрметіне бөленіп, сыйлы азаматымыз болып, арамызда жазушылық еңбегін жалғастыра береді деген сенімдеміз. Оразалы Отынбайұлына алдағы уақытта шығармашылық табыстар тілейміз.